Сәлем Стамбулдан, қалайсыздар? Бүгін біздер Стамбулдың қазақтар тұратын районындамыз. Зейтін бұрны деген жерде. Сіздер білетін боларсыздар, бұрында кезінде біздің кейбір қазақтарымыз Қазақстаннан кеткен бабалары көшіп Қытай, Пакистан арқылы неге Түркияға келген ғой кезінде. Кейбір қазақтардың парк бар ма? Соны көрсетейін деп сіздерге. Бір жағынан мына Зейтін бұрында біздің шаруаларымыз бар еді, сол үшін келгенбіз. Çıkardı. Güneş yok mu? Tamam. Oy, yürü düştü verir misin bu sefer? Görsene bana. Ha? Güneş orada, evet. Sol şarualarımız var еді. Зейтінбұрны районында. Осы Түркияда қазақтардың тұратын жері, ошаққа келіп шоғырланған ғой. Зейтінбұрны районға кезінде келгенде тері шаруасын жасаған, тері, тон, аяқ киім, бәрі теріден жасағандардың бәрін ошаққа солар енгізген деп айтады негізінде. Сол осында шаруамыз болып келіп сіздерге де көрсетейін деп. Бұл районда көп қазақтар бар. Қазақша түсінбейді. Қазақша көп түсінбейді. Мамалар түсінуі мүмкін, ата-аналары, бірақ өздері жастары түсінбейді. Түріне қарасаңыз кәдімгі қазақ, бірақ қазақша сөйлесеңіз түсінбейді, қазақсың ба дегенде арқада әңгімеңді айтып кетсең түсінбейді. Сол бәрі осы Зейтінбұрында шоғырланған. Басқа райондарға да көшкендер бар ғой, бірақ бастапқысында, ең басында осы районға келгендері. Ана жерде балам парк ұрып қалды, соған барымды кетіп баратыр. Жолдасым шаруасымен кетіп қалған. Осы жерде күте тұрыңдар деп былай жүргізбей. Сол баламен осында ойнай тұрамын. Мына жерде сол Зейтінбұрындағы мынау парк. Дейтін осы жерде метро бәрі осы жерде шоғырланған. Стамбулдың адамдары білетін болар. Сол Зейтінбұрын деген остановкадан түссеңіз метрода, жүрде метробус да бар, метро да бар, трамвай да бар. Жаңағыдай обычный автобустар бар, бәрі бар. Күн қандай керемет болып тұр, қараңдар. Күшті. Есефе. Кел. Келсene. Сол, бізден бір болыңыздар. Не зоопаркта. Еще на парте бесплатный Wi-Fi прикинь. И на телефон жабық. 12 ай 20 күн өткесін жабық болғасын. Екінші жасап тұрған телефонды алмай шығып едім. Қасымда жолдасым болғасын. Бесплатный тегін Wi-Fi болған жақсы болды. Қайда жүргенін бәрін сұрап біліп отырмын. Стамбулдың трамвайы. Ауа керемет болып тұр. Күшті. Осындай кезде күшті кез. Ой, бала қорқып қалды жерде. Әрбір жері қоқыс. Осылар өзгермейтін бұлар. Далгалы. O tarafa gidelim bakalım yürü. Gel. Belki baba gelecek bakalım. Gel. Yürü. Gel. Nerede mi? Ne yapmak istiyorsun? Oraya bakayım. Tamam bakalım yürü. Evet, orada da var park galiba. Gel. Gezelim biraz. Gel, bu park çok büyük. Parktaki nemlen eкен, үлкен екен. İşte most бар, кішкене бір өзен бар жүреді астынан. İşte қоқыстар тастайтын бар ғой, маларға таң қалам бар ғой. Тым жақсы жерлерді бар ғой, қоқыс тастап, дымын қалдырмайды ғой. Барынша дейтін акиматтың манағы несі қоқыс жинайтындары командасы барынша тазалап жатады, бірақ үлгермейді ғой, қанша халық бар. Бәрі тастай береді.
күндіз демейді, кеш демейді әйтеуір. Бірақ бір жағынан мусорный андай контейнерлар да ондай әрбір жерде емес, бізде әрбір жерде ғой. Сол жерде бар, толып қалады. Кейде асып төгіліп жатады ана қысқа. Ана ондай мусорный нелер бар ғой, контейнерлар. Сол кейде, evet oraya gidebiliriz. Büyük bak. Adam толып көп болғасын бәрі сала бергесін жаны төгіліп жатады. Büyük bak var. Var. Bakalım yürü. O tarafa gidelim dümdüz. Olsun ki de jel götürürse jeli ona şaşıp ben can жақта шығады. Evet o tarafa bakalım orada var galiba. Обычный район өзімнің менің тұратын районыма ұқсайды. Ешқандай бір ерекшелігі жоқ район. Барлық Стамбулдың райондарына ұқсайтын район болып есептеледі. Бұл да Зейтінбұрны. Бірақ Зейтінбұрнында нелер сатылады көбіне. Қазір айтайын, өзімді көрсетейін. Зейтінбұрнында кілең маталар сатылынады. Сосын мына тері фабрикаларының көбі осы жерде. Тері өнімдері, мына тон, шуба, аяқ киім, тері аяқ киімдердің фабрикасының бәрі осы жерде. Сосын осы жерде жаңағы маталардың бәрі осы жерде. Центрі, орталығы, мата сататын маташылардың орталығы осы жерде. Менің жолдасым матаны осы жерден алады. Сосын тігеншісінің жері де осы жерде. Сосын бұл жерде еще анда нелер сатылады. Зейтінбұрнында келіп жатсаңыздар, сауда жасаймын десеңіздер, Зейтінбұрнында ана нелер сатылады. Іш киімдер, пижамалар, солар көтерме бағада, көтерме сатады. Солар бәрі осы жерде. Осы Зейтінбұрнында, осы көшеде, осы Зейтінбұрн деген остановкадан түсіп, көшесіне кірсеңдер болды. Әрбір жерде мата, учак. Мына жерде не бар ғой? Ататүрк районы бар ғой, Ататүрк аэропорты. Соған жүк самолеттары қонады. Бұрынғыдай пассажирлар самолеті қонбайды ұшағы. Қазір ол жерде тек жүк нелері қолданылады. Бірақ что-то тез кетіп жатыр. Не кішкене төмендеп ұшып баратыр. Bak. Я? Парк. Мынада үлкен бір парк. Бұл насым осы жерде күте тұрыңдаршы деген. Сосын қазір, көрсетем Зейтінбұрн районының орталығы. Ау? Orada bakalım, burada da var galiba. Git, çok büyük park ya bu. Hatta қалай еді. Әрбір районның өзінің орталығы болады ғой, біздің районында өзінің орталығы бар. Зейтінбұрнында да өзінің орталығы бар. Сол орталығына барып тамақ ішетін шығармыз. И бұл тарафтан тұрса да бәрі. Бүгін айтқан бір рилсыма бір комментарий жазған. Тамақтан басқа көрсететін қызы жоқ па деп. Мен жазып жіберіп едім. Ел, докума. Мен жазып жіберіп едім. Не деп? Тамақта бір адамның өмірінің бір бөлшегі ғой. Үш мезгіл тамақ ішесің. Оны қалай көрсетпейсің. Сосын менің контентім лайфстайл ғой. Образ жизни. Образ жизни болғасын, әрине мен әртүрлі контент көрсетем. Тек қана бір информация беретін, ақпарат беретін контент көрсетпеймін ғой. Мен өзім өмірімді көрсетем. Бақарыз, кен бұрдан дөнелім ба? Орда бар ба? Көрдің? Қуанып кетті. Ағай қуанып кетті, ана жерде де парк бар екен. Әже ремонтта отыр ма? Мынау дейтін социал тесислері деген көрсетейін. Менің районымда да бар социал тесислері. Көсейфа бұл тарафтан кечер мүсін ол социал тесислері деген үкіметтің несі, кафешкасы. Іші арзан болады. Арзан дегенде ондай қатты арзан емес. Өткендегі Белтур дегенде бар ғой бізде набережкеде жағалауда. Ондай арзан емес. Тоже үкіметтікі. Социал тесислері деген ол бұл айтқанда ресторан, даже кафешка емес, ресторан. Ішінде тамақтардың бәрі сатылады. Ыс тамақтың бәрі. Адамдар очередь болады көбіне. Кезек көп, арзан болғасын бәрі сонда барады. Тамағы тәтті болады. Бәрі соған барады. Мына жерге не салып жатыр екен? Мына жерге бір
ойын алаңыз. Мынау дейтінде ойын ғой. Топ гольф деген сияқты. Детский, кішкентай балдар үшін. Ama Hüseyin oyna kapalı burası. Burasını tamir gördün mü? Çıkartmış. Halılar çıkartmış. Çıkartmışlar. Böyle şey yapıyor. Tadilat yapıyor galiba. Bak büyük park var orada, görüyor musun? He? Bakayım. Bence de belki детский парк var. Сол ана Қана Бисекеевті білесіздер ма? Замандас подкастының несі. Директоры ма, кім ол етеді? Ол продюсер ма? Жүргізушісі бір жағынан. Сол бір выпускілері бар. Түсірген қазақтар туралы. Түркиядағы қазақтар туралы түсірілген бір выпускісі бар, шығарылымы. Соны қарасаңыздар болады, осы районда түсірілген. Қараңыздар, қызық. Қазақтар қазақша кішкене білім келмейді. Араластырып сөйтіп сөйлейді. Иә. Соны қарасаңыздар болады. Жақсы екі выпускасы бар сияқты. Мына жақта да бар екен. Мына жақта да бар екен. Қарық болды мен балам. Ne güzel. Астынан өтесің ғой. Evet, alttan geçmek istersen geç Hüseyin hadi. Hüseyin hadi alttan geç. Geçecek misin? Geç. Kuku. Annem. Nasıl? Рәжеде дейтін парк көп екен. Там балалардың паркі көп ойнайтын. Балалардың кәдімгі жұмақ екен ойнайтын. Ау жаным. Bunda hiçbir şey yok. Tek orada varmış. Her bir yerde park var. Өзі бірінен парк, ішінен парктың ішіне осындай ойын алаңдары бар екен. Көп, өте көп. Бұнан де. İş. Gel zıpla. Hoppa. Koş. Bekle anneciğim. Bizler balık jüge geldik. Dur Hüseyin, balık yiyeceğiz yürü. Ha? Balık jüge geldik. Zeytin, ha? Yok Hüseyin, evde balon var zaten, yürü. Balık yiyeceğiz, yürü. Ayran yiyeceğiz, içeceğiz. Zeytinburnu nesine ortalığına barmay. Men балық жегім келіп кетті де, сол балық не істейтін балық ресторандар бар, орталыққа келдік. Балық жейміз. Мына турецкий кофте деген. Негізінде мына булгур. Булгурды специямен араластырып осылай салат нәрестен арасында жейді лимон қосып. Мына кофте деген. Шикі қатета деген ғой. Негізіндегі бастапқы рецептінде мында шикі фаршпен булгурды араластырып. Енді шикі фаршты қазір көшелерде сатпайды. Шикі фаршпен жасап сатпайды, өйткені отравление көп болған ғой. Фаршты пісірмейді. Қолмен специямен булгурлармен араластырып солай типа қолға піседі деп айтады да. Мен оны сенбеймін.
осы қазір көшелерде фарш салмай, тек булгурмен жасайды. Үйлерінде жасаған кезде фарш салады. Менің айтамын, шикі етті қалай дейсің, сендер шикі бала дейсіңдер ғой дейді маған жолдасым. Енді шикі фарштың ішінде несі көп қой бактериялары. Сол бұл чиковты деп аталады. Қазір балық жеуге келдік. Ана жерде балық пісіп жатыр. Анчоусы. Сосын мынау сардалья ма дейді ады? Сардалья деген балық. Жаңағы чиковты. Бұл типа закуска. Кеш жарық қыздар, қалайсыздар? Сіздерге сау болыңыздар деп шықтым. Жаңағы барған жеріміздің аты Саматия. Зейтін бұрнынан шығып, сол жерге балық жеуге бардық. Өткені мен балық жаман жегім өткіпті. Егер Стамбулға келіп жатсаңыздар, балық жегіңіз келсе, Саматия деген жерге барсаңыздар, бұл жердің бәрінде кафе-ресторан тек балық сатады. Содан шығып, Набешке тап қасында, сол Набешкеге барып, Набешкеде қыдырып жүрдік. Мен балам Шарикпен теңіз сол Зейтін бұрыннан кейінгі жерде, районда Саматия деген жер бар. Тоже район, кажется. Бұдан шығып, Набешкемен қыдырып, жағалана қыдырып жүрек. Сол сіздерге бүгінгі мені көргенше, осылай Набешкені қараңыздар, мені қарағаннан. Бүгін сол районға бардық, шаруаларымыз болды. Сол үшін бардық. Сол бір жағынан қандай район екен, не район екен айтып кеттім сізге. Бұрынғы кезінде кейбір біздің ата-бабаларымыз сол жақта 1940 жылдары ма сондай сияқты кажется. Одан да ерте ме дұрыс тарихты білмеймін, даталарды дұрыс білмеймін, күндерді, жылдарды. Сол жылдары қашып кетті. Қытай арқылы, Пакистан арқылы, күйеулері Пакистанда бар, күйеулері Қытайда бар, күйеулері сол Түркияға келіп орныққан не деп айтады? Орныққан, иә. Біздің оралман ретінде келіп жатады ғой біздің қазақтар. Тіпті сол қазақтардың бірі. Сол жаңа неге мінгенбіз, таксиге мінгенбіз, сол таксидегі Зейтін бұрыннан Саматияға таксиге мінген кезде сондағы кісі де айтып жатыр. Зейтін бұрында тұрады, кішкентай кезінде. Кілең қазақтардың арасында өстім дейді. Сол районда кілең қазақтардың арасында өстім дейді. Қақшы сөздер біледі екен кейбір. Бүйтіп түсірейікші. Қақпай түсірсе жақсы кетті. Қақшы сөздер біледі екен. Қазақтар жақсылық деп айтып жатыр. Сол жаңа мен айтқандай, тері өндірісін, терімен жұмыс жасауды үйреткен осы қазақтар екен. Ол кісі айтып жатыр, сол қазақтар үйретті деп. Осы Зейтін бұрынның жағалауында қырғын көп фабрикалар болған, тері фабрикалары. Онан кейін оның не істесін? Araba mı? Bak, dur bakalım yürü. Elleri de var mı? Bakalım yürü. Nerede Saskia? Evet, orada var mı? Tamam, görelim bakalım yürü. Nerede araba var? Öyle araba var ya, jeton atıyorsun belki dans ediyor. Tamam, varsa alırım diyorum. Evet. Ha, düşünebiliyor o. Evet. Onu istiyormuş. Son aytайын дегенім, сол тері өндірісін алып берген сол қазақтар екен, үйреткен де сол қазақтар екен. Сол мына Зейтін бұрны жағалауында дейтін көп нелер болған, тері фабрикалар болған. Онымен дейтін оны үкімет жауып тастаған. Өйткені көп сол жерде сол районда тұратын адамдарға зияны болған, өйткені нелер шыққан, крысалар шыққан. Ана районмен жүру мүмкін емес болған, сол себепті бәрін жауып, фабриканы басқа адам тұрмайтын қаланың шетінен басқа қалаларға сөйтпейді ауыстырған екен, қаланың ішінде болмайды деп. Вот сондай жаңалық, сондай менің айтқанымды сол позисте айтты. Сол жақсы қазақтар деп. Мен айтам, қарсы сөйлейме, олар ұмытып қалды ғой деп. Ұмытып қалған болар деп. Жоқ, өзінің арасында қарсы сөйлейді, бірақ қаластырып сөйлейді. Сол сөйтіп Саматияға барып
шығып енді прогуляй қыдырып жүр. Әлі ерте сағат 8:30 қарап кеттік. Қазір уже 9:30-ға үйге барып баланы соғысып күту керек. Сол қарағандарыңызға рахмет. Лайк басаңыз, пікірлеріңіз тастаңыз. Тіркелмесеңіз тіркеліңіздер. Пока-пока.